ғаламтор қазір енді біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Өзіміздің отбасымызда да, барлық отбасына да еңбектеген балалардың ең қартқа дейін ол смарт телефонда отыр. Телефонға телмірген ұрпақ деген қазір бір әдемі термин шықты. Кейбір жаңағыдай жан дүниесі қатайып, бір өмірі көк бөлеп, тағдырдан таяқ жеп, бір ағайын тұмамен жаңағыдай қарым-қатынасы дұрыс болмай, түрлі себептер енді ол көп, психологиялық себептер. Сол адамдар өзінен өзі бір қатаяды да оқшаулана бастайды. Содан кейін жаңағыдай өзінің сәтсіздіктерін жеке басындағы оны басқалардан көреді, қоғамнан көреді, айналасынан көреді, қоршаған ортадан көреді. Содан кейін барып жаңағы виртуалды шейхтарды тыңдайды. Оның ойынша жаңағы виртуалды шейхтар тек қана Құдайдан қорқады. Ешкімге тәуелді емес. Ақиқатты жаңағыдай көзін ағызып айтады деп сөйтіп сондай өзін өзі жаңағыдай алдарқатып тыңдай бастайды. Шындығында ол виртуалды шейх ол өмірде бар ма, жоқ па, жасанды интеллекттен қазір бар мысалға. Бірақ енді өкінішке орай қазір жаңағындай мен шейхпін деп айтатын кісілер көбейді. Сол виртуалды шейхтар жаңағындай біріншіден Құдайдың алдында жауап беретін, екіншіден жаңағы қоғам бар, жергілікті жердің қалыптасқан қағидасы бар, салты бар, дәстүрі бар, ұлттық құндылық бар. Әр ауылдың өзінің ерекшелігі бар, жасыратыны жоқ. Қоршаған орта бар. Соның алдында жауапкершілігін сезінбейді, я ұқпайды. Немесе ол белгілі бір жаңағындай күштердің айдауымен, айтақтауымен айтылады. Немесе оның аудармасы басқаша да берілуі мүмкін. Баяғы үлкен бір әжеліміздің мақалы бар еді. Ит жоқта шошқа үреді қораға, би жоқта құл жүреді жораға деп. Мына біздің қоғамда Құдайға шүкір бүкіл жағдай жасалынған. Қандай құлшылық қыламын дейсің, қандай білім аламын дейсің, ешкімге қысым жасамайды. Тек білім аламын үйренім десе, тыңдайтын құлақ керек, қабылдайтын жүрек керек. Ол өзіне байланысты тағы. Әрине енді тағы да айтамыз, әр адам әртүрлі ойлау қабілеті бар, ақыл сана деңгейі бар, иман деңгейі ол өз өзіне бөлек енді, сенім деңгейі әрине. Енді жоқ емес, бар, бірақ соны жетілдіру керек, ұлғайту керек, көбейту керек, өзінің талабын, тілегін, дінге деген ықыласын.